Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Жалпы айтатын сіздердің алдыңызда басымды иемін. Көп сізге рахмет, сіздерге осы мені қолдап, балам үшін маған атсалысып, қол ұшын беріп жатсыздар. Қазіргі кезде мен осы ДВД-дан, Алматы облысы Қонаев қаласынан ДВД-дан келдім. Ол жерде іс оң жағынан қаралып жатыр. Және де бізге адвокаттар келіп көмектесіп жатыр. Марқұм болған Салтанаттың ағасының көмегі бар. Ол кісіге де ерекше рахмет, көп алғысым шексіз. Кейін бір өтінішім бар. Халқым ешқандай митингіге, қан төгіске болмасын. Мен бар жерде олар бір шоғырлаған адамдар келіп, сол моментті мен дұшпандарым пайдалану мүмкін. Көтеріліс жасап, чтобы ертеңгі күні мені аяқтан шалу үшін, бауырыма қастандық жасау үшін. Сол себепті халқым өтініп сұраймын, ешқандай көтеріліс ештеңе емес. Тек мен өзімнің қағидам, өзім ұстанымым, тек заң аясында ғана дұрыс шешім шыққанын қалаймын, әділ шешім. Ол артық ештеңе сұрамаймын халқым. Шындығы керек, қандай да ақпараттар болып жатса, мен өзім тікелей өзім ғана бөлсем, ешкімге сеніп, видеомонтажға, аудиозаписке, суреттерге, фотоларға сенбеңіздер. Өзіме және де ақылы түрде адвокат жалдауыма тура келеді. Кейін отбасыма, неге десеңіз, отбасыма өзімнен қорықпаймын. Мен кім келсе де, қандай жағдайда болсын, мен сөйлесе аламын, өз басыма жауап бере аламын. Ал отбасымның жеке қауіпсіздігі үшін сол уайымдатады мен болғаны. Мені бір емес бірнеше рет қорқытулар болды, алып кетулер болды. Телефонмен де заңгерміз, телевидениядан келдік, адвокатпыз деп, бірге ұжымдас едік, бірге оқып едік. Ақтөбе қаласында Марат Оспанов академиясында оқып едік бірге деп келіп, алдап үйдегілерді мені далаға шақырып, осылай қорқытулар болғаны рас. Болашақта айтатыным, менің өтініп сұрайтын халқымнан ешқандай қан төгілмесін. Ашық сот болуын талап етем. Ашық сот болса, халық өз оң шешімін табады деп ойлаймын. Халқыма көп рахмет айтамын. Ешқандай аранды тұшыққа түспеңіздерші, өтініш. Аналар жыламасын, балалардың қаны төгілмесін. Менің өтініп сұрайтыным, бауырларым, жігіттер, араңдамайықшы, алданып қалмайық. Сол менің сұрайтыным, өтінішім. Жоғарыда ағаларда қазір заң аясында қолға алып қарап жатыр. Ертең Астанадан ішкі істер министрлігінен адам келет деген маған айтылды. Сол айтатын, өтініп сұрайтыным, ешқандай митингі болмасын, араңдап қалып жүрмейік, ешкімге ермеңіздер. Менің сұрайтыным, ешқандай видеомонтажға сенбеңіздер. Болашақта қандай да ақпарат болып жатса, қандай да өзгерістер болып жатса, мен өзім шығып бөлісемін. Мен бұл жерге шығуым, сөйлеуім тек балам үшін. Менің балам өлді. Енді мен ол баламның ғана, жалғыз баламның ғана жағдай емес, басқа балалардың да болашағы жақсы болсын деп мен соны тілеймін халқым. Осы менің ниетім де, арманым да осы.